Сәлем достар, біз бүгін бір күндік өміріміз, яғни мектепке форма алуға магазинге қарай шықтық. Осындай керемет көңіл күймен магазинге барып, магазин ішін бәрін шашып, басымызға көшіріп, керегімізді алып шыққан бойымыз. Қызым маған ренжіп қалды, басыма қыздардың неведенке алып бермейтін деп. Енді алып берейін десем, үйден неведенке шашылып жатыр, пашық-пашық болып, айтсам түсінбейді. Не керек, үйге келем дегенше қызыма жалынып, қызымды еркелетіп, әйтеуір көңілін тауып соғысын сөйтіп келдік. Үйге келсем, балам мынадай болып, күшті болып отыр есіктің алдында. Суды ағызып, сол балшыққа жуынған, шынымен не керек, білген, істеген ғой. Осындай керемет жағдай болды бізде сонымен кеше. Осы қызықтың бәрін біріктірдім де, қой, ютубқа салайын деп күшті болған жайым бар. Бұл кісіні көретін бір адам жоқ, үйдегілердің бәрі кетіп қалған, есікті жауып алған балдар. Сонымен менің балам жалғыз өзі өстіп есіктің алдында ойнап, еще күліп қояды ғой, бетіме қарап мама деп. Күшті болып отыр екен. Кімде осындай бала бар, айтыңыздаршы, кімнің үйінде осындай бұзық бар? Біздің үйде осындай бұзық бала бар.